тозақтағы адамдардың ең көп айтатын сөзі менің түбіме ертең деген сөз жетті деп айтады екен. Мені құртқан, менің түбіме жеткен нәрсе осы ертең деген сөз деп. Ертең тәубе етем, ертең оқим, ертең сол біреудің ақысын қайтарам, ертең намаз оқим, ертең деген сөз осы менің түбіме жетті, мені құртқан осы деп айтады екен. Имам Ғазали рахмауллахтың жақсы сөзі бар. Ойлап қарашы деді, күнә істеп жатқан адамға айтады да, сен ойланшы деді. Қанша сол ертең деген күндерің өткен күндерге айналды ғой деді. Қанша ертең деген күндерің өткен күндерің айналып кетті ғой деді. Қанша рет біз де айттық, иншалла ертең дедік, бір аптадан кейін дедік, бір айдан кейін дедік. Уақыт өтіп жатыр. Сен нені күтесің деді, тәубе етуге нені күтесің? Шайтанның